Сәлден кейін сиқырлы тауға да жетеміз. Мәссаған, кіп-кішкентай киіз үй. Ой. Қонақ келіпті ғой. Ал керек болса. Ой. Армысыңдар балақайлар. Сендер жайлы біраз естідім. Көп жақсылық жасаған нағыз батырсыңдар. Менің атым Қаңбақ. Сиқырлы таудың қамқоршысымын. Сәлеметсіз бе? Қамқоршысымын деймісіз? Қамқоршысымын. Сиқырлы тауға кіреберісте тұрып, аңдарды қарсы алам. Сондай-ақ бұл жерді қаскөйлерден қорғайым. Мәссаған, қызық екен. Тоқтаңыз, түсінбедім. Қазір таудың кіребесінде емес, шатқалдасыз ғой. Бұл жерде бір шикілік бар. Дәл таптыңдар, балалар. Сиқырлы тауға Айдаһар мен оның қолшоқпары қу түлкі келді. Ол мені қуып, тауға ешкімді кіргізбеу үшін дәуді жалдады. Сондықтан қазір осында тұрақтадым. Таңдаулы жануарларды кездестіріп, қауіп төніп тұрған ескертем деп үміттенем. Сиқырлы таң ертең атады ғой. Демек, тезірек іске кірісуіміз керек. Ей, алдарттарыңа қарамай қайда жүгіріп барасыңдар? Ол дәу ғой. Ол дәу қайда өзі? Ей шал, мен саған мұнда келме деп айттым емес пе? Айттың. Онда неменеге келдің? Балаларды ертіп кепсің. Өзің қорқып балалардың артына жасырынып тұрсың ба? Сен немене қарайсың? Қаңбақ ата шын айтыпты. Расымен де соншалықты үлкен емес екенсіз. Түсінмедім. Қаңбақ ата сен осындай кішкентай әлсіз екенді көргенде орнын берейін деп шешкенін айтты. Әй, күлдірдіңдер ау! Аталарының күші тасып тұрғандай. Шегім ой! Оның күші көп. Сол үшін сен аяған ғой. Сенбейм. Қаңбақ ата киіз үйін бір-ақ қолмен көтере салады. Қойш, киіз үй ауыр емес пе? Ал бұлай істей аласың ба? Әлі қанша күтеміз? Лақтырасың ба жоқ па? Әлде әлсіз екенімді мойындайсың ба? Қаңбақ ата тасты лақтырсам, аспанды тесіп кетпей ме екен деп қорқып тұр. Аспан тесілсе, жұлдыздардың бәрі үстімізге құлайды. Олар ауыр ғой. Енді Қаңбақ атаның қаншалықты күшті екенін түсіндің бе? Түсіндім. Енді шалды мазаламаймын. Ешкімді жіберме деп бұйырған түлкі ғой. Әйтпесе ұрыс жанжалды ұнатпаймын. Өтінем, маған тиіспеңізші. Ей, байғұсым-ай, Айдаһар мен түлкі сені ренжітті ме? Мойындауға ұялып тұрмын. Олар сүйікті шоқпарымды тартып аламыз деп сөз көрсетті. Ал мен оны жақсы көрем. Шоқпарым болмаса өзімді қорғай алмайым. Түсінікті. Дәу, өзіңді сенімді сезіну үшін шоқпар жеткіліксіз. Өзіңе дос тауып ал. Қасыңда әрдайым қолдайтын досың болса, кез келген қиындықты еңсересің. Расымен де, өмірімде бірде-бір досым болған емес. Менің де досым жоқ, дәу. Бір-бірімізге көмектесейік, дос болайық. Мен сені сөзімнің, сен мені білегіңнің күшімен қорғайсың. Рахмет, балалар. Өздерің нағыз батыр екенсіңдер. Батырлардың көбі дәумен шайқасқан. Сендер болсаңдар мәселені төбелес сақ шештіңдер.
Алайда, алда сендерді ауыр сынақ күтіп тұр. Абай болыңдар. Ал мен аңдарды қарсы алып, таудың шыңына шығарып салайын. Аман болыңыз, ата. Сау болыңыз, Қаңбақ ата! Бес тәйтәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.